Кеш жарық. Бүгін біз SMP сайты бойынша программалау тілі C++-тағы кіріспенің арифметикасын бітірдік. Енді целый числодағы бірінші есептен бастаймыз. Бірінші есеп бізде 5 жеріндегі 5, 25 деген есеп. Бұл есептің мына берілген оқсақ өте күрделі есеп сияқты болып көрінеді. Оның сложности 8% болғанмен, бұл есеп оңай есеп, былай шындап келгенде. Бірақ мына есептің берілгеніне қарасақ, өте күрделі есеп сияқты. Бұл жерде кіріс файлында бір ғана бүтін сан берілген, ол сан 5-тен біту керек. Ал шығыс файлында сол 5 санның квадраты болу керек. Берілген а бүтін сан. Жерде енді бірден принтқа жазайық. Принт деймізде аны өзін көбейте саламыз. А көбейту а деп. Енді отправить етейік. Септик шықты. Есеп өтті. Яғни өзін көбейте салдық. Келесі последняя цифра деп аталады. Берілген натурал санның ең соңғы цифрын анықтауымыз керек. Кіріс файлында бір ғана натурал сан берілген, шығыс файлында сол санның соңғы цифры берілген. Мысалы 5 берсең, 5-тің соңғы цифры 5, 273 берсеңіз, 273-тің соңғы цифры 3. Енді 273-тің соңғы цифры 3 екенін қалай табамыз? Міне осы жерге кішкене ойлану керек. 273-ті 10-ға бөлсек, бізде қалдық 3 шығады. Соны жазсақ болады. 273-ті 10-ға бөлгендегі қалдықты тапсақ болды. Бұда да дәл солай. Тең int input printқа бірден жазамыз. Print аны нешеге бөлгендегі дедім? 10-ға бөлгендегі қалдық. Ең соңғы цифры болады сонда. Отправить етіп көрейік. Септик бірден шықты. Бұл есепте шықты. Енді үшінші есепке көшейік. Число десятков дейді. Число десятков дегеніміз ондықтарының саны. Бұл жерде анықтау керек, берілген санның ортасындағы ондығын анықтауымыз керек. Мысалы, кіріс файлында бұнда да бір сан берілген, шығыс файлында сол нәтиже берілген. 123-ті алсақ, 123-тің ондығы 2. 46-ны алсақ, 46-ның ондығы 4. Міне сол ондықты анықтауымыз керек. Алдымен енді бірінші асан енгізіп қояйық. Содан кейін барып, оны қалай анықтаймыз, соны қазір сіздерге түсіндірем. Енді бұл жерде қараңыздар, 123-ті 10-ға бөлгендегі бүтін бөлік 12 болады. 12 10-ға бөліп алсақ, 12 ғой. Сол 12-ні 10-ға бөлгендегі қалдық бізде 10-дық болып шығады. 46-ны да дәл солай. 46-ны 10-ға бөлсеңіздер 4-тен бересіз, 46 болды. Бүтін бөлігі 4 болып тұр. Сол 4-ті 10-ға бөлеміз. 0-ден бересін, қалдық 4 болып тұрады. Сонда бұл жерде 10-дағы 4 болып шықты. Қараңыздар, print деймізде. Мынау дәл сол деген сөз. Келесі есепке көшейік. Сумма цифра числа дейді. Яғни берілген 3 орынды сан берілген, бүтін 3 орынды сан берілген, сол бүтін 3 орынды санның әрбір цифрының қосындысын табу керек. 1 қосу, 2 қосу, 3, 6-ны береді. 100-ді алмайық, 123-ті алайық. 123-тің 100-дігіндегі
бірді айырып аламыз, одан кейін 23-тің ондығындағы 2-ні айырып аламыз, одан кейін 3-тің 3-ті айырып аламыз, бірлік, үшеуін қосамыз. Енді жазайық. А тең int input дейміз да, print бірінші жағдайда аны 100-ге бөлгендегі бүтін бөлік. Біз аны 100-ге бөлген кезде бірді шығарып аламыз. Оны қосамыз. Енді жаңа ондықты шығаруды жаңа алдыңғы есепте көрдік. Аны 10-ға бүтін бөлгендегі шыққан, аны 10-ға бөлгендегі бүтін бөлікті 10-ға бөлгендегі қалдық. Ол біздің ондығымызды береді. Ең соңындағы бірлікте сол аны 10-ға бөлгендегі қалдықты аламыз. Қалдық 10. Аны 10-ға бөлгендегі қалдық ең соңғы бірлікті береді. Енді отправить етіп көрейік. Міне accepted шықты. Енді түсінбесеңіздер кішкене түсіндіріп жіберейін ба, бұл жерді жазып, бізде мысалы 123 берілген ғой. Сол 123-тің 1 қосу, 2 қосу, 3 деген шығаруымыз керек. Ал бірінші 123-ті нешеге бөлдік? 100-ге бөлгендегі бүтін бөлігі. 1-ден береміз. 100, әрі қарай есептемей-ақ қойсақ та болады. Мына жағы бізге қажеті жоқ. Болды міне. 1-ден бердік. Қазір осыған енді бірінші цифрымыз шықты. Қосу деп қояйық. Екінші жағдайда 123-ті 10-ға бөл деген. 10-ға бөлгенде біз нешеден береміз? 12-ден береміз. Мынада 120 шығады. Оның бізге қажет жоқ. Сол 12-ні 10-ға бөлгендегі қалдықты алуымыз керек. Бұл жерде 1-ден береміз. 10 болады. Қалдық 2 болды міне. Осыны аламыз міне. 100-дікті шығарып алдық. Енді міне 10-дікті шығардық. Осу енді бізге 3 керек. 123-ті 10-ға бөлгенде. Бірден бердік. 10, 23 болады. Міне енді 2-ден берсек 20 болады. Алында бізде 3 қалады. Бізде міне қалдық 3. Үшінші тапқанымыз осы. 3. Міне қараңыздар, 1 қосу 2 қосу 3 тең 6 шықты. 1-ді тапқанда 123-ті 100-ге бөлдік те бүтін бөлігін алдық. 2-ні табу үшін 123-ті 10-ға бөліп, оның бүтін бөлігін тағы 10-ға бөлгендегі қалдықты алдық біз жерде 10-дықты. Ал енді бірлікті тапқан кезде 123-ті 10-ға бөлгендегі қалдықты алдық. Сонымен есебіміз шықты. Келесі жағдай. Енді келесі есеп бізде перевяз деп аталады. Перевяз деп аталады. Бұл есеп бұл жерде есептің берілгенінің барлығын оқып жатпай-ақ бірден бұда да кіріс файлы мен шығыс файлына қарайық.
мастерге төлейтін ақшасын табу керек. Яғни кіріс файлында перевяздің ұзындығы берілген 200, ал шығыс файлында төленетін ақша берілген. Енді төленетін ақша бұл жерде партустың жұмысы үшін беру керек ақшаның ең аз сомасын шығару керек, ең аз санын шығару керек. Енді қараңыз, бұның енді берілгеніне қарап не істемей, 200 берген кезде 20 луидар ма, ақшалардың аты луидар төлейді. 200 берген кезде. Ал 200-ден 203 берген кезде уже 21 болып шығу керек. 201 болса да 21 болу керек. 300 болса 30 шығу керек, 301 болса 31 шығу керек, 309 болса да 31 шығу керек. Осы жерге кішкене ғана ойлануымыз керек. А тең int input енді бұл жерде қараңыздар, 20-ны 200-ді 10-ға бөлсең 20 шығады. Бірден 10-ға бөлген шығара саласың. 203-ті де 10-ға бөлсең 20 шығады, 3 қалдық қалады ғой. Енді бізде 21 шығу керек. Сол жағдайда егер қалдықпен бөлінсе, онда деп алмай, қалдық 0-ге тең болса, онда соның жаңағы бүтін бөлігін шығарамыз, ал қалдық 0-ге тең болмаса, онда оған бүтін бөлігіне 1-ді қосып шығарамыз деп, егер онда мен тармақталғанмен де шығаруға болады, бұны ал енді бір қарапайым жолмен де шығаруға болады, математикалық жолмен. Бұл жерде қараңыздар, берілген асанына кез келген 201 болса да 9 қосыңызшы, 210 шығады. 210-ды 10-ға бөлгенде 21 шығады. 203-ге де 9 қосыңыз, 203-ге 9 қосса 212 шығады. 212-ні де 10-ға бөлгенде 21 шығады бүтін бөлігі. Соны ескеруіміз, сөйтіп жазсақ болды. Print дейміз да, аны аға 9-ды қосып жіберіп, бірден аға 9-ды қосып, принттің жақшасын алып жіберейік. Аға 9-ды қосқандағы 9 қостым ба? Көрінбей қалды. А қосылған 9, соның 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігі. Қараңыздар. Ал 200-де де 200-ге 9 қоссақ, 209. 209-ды 10-ға бөлгендегі бүтін бөлік 20 болады. Ешқандай бұдан қате кетпейтін сияқты. Қарап жіберейік енді. Обновить етіп жіберсек. Не асептик шықты. Енді последний решение көріп, осы жерді қаттырақ сіздерге түсіндіріп жіберейін. Қайталап деген. Осы жерді қайталап түсіндіріп жіберейін. А саны берілген, мына 200-ге 9 қоссаңыз, 209 шығады. 209-ды 10-ға бөлгенде бүтін бөлігі 20. Ал 203-ті де 9 қоссаңыз, 212 шығады. 212-ді 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігі 21. Сонда кез келген санға 9-ды қосқан кезде соның бүтін бөлігі. Егерде ол сан соңғы цифрлар 0 болса, 20-ның алдыңғы 2 цифрдің өзі шығады, 20. Ал енді соңғы цифрында ең соңғы цифрында сан болса, цифр болса 201, 202, 203 деген, онда оған 1 қосылып шығу керек. Осындай логикаға бұл есептерді шығарған кезде қатты кішкене логически ойлану керек. Мына кіріс файлы мен шығыс файлына қарап. Келесі есепке көшейік. Бұл есептің аты бөлгіштігін тексеріңіз дейді. Сложнысы 10%. 2 натурал сан берілген.
бұл екі натурал санның біреуі бір-біріне бөлінеді ма, соны тексеру. Бізде кіріс файлында екі натурал сан берілген, арасы ашылып жазылған. Шығыс файлында егер де осы екі санның я 3 6-ға бөлінсе, я 6 3-ке бөлінсе, екеуі бір-біріне бөлінсе, онда 1 деген цифр шығару керек те, әйтпесе кез келген санды шығару керек. Енді осы есепті шығарайық. Бұл есепті шығару үшін А менен Б екі сан берілген бір жолда через пробел арқылы. Онда мәппен жазамыз. Мәп int input split дейміз да. Енді бірден сұраймыз. Егер А Б-ға бөлінсе, А бөлу А Б-ға бөлінсе деген дейміз. А Б-ға бөлгендегі қалдық бөлінсені, қалдық 0-ге тең болса, қалдықпен бөлуді аламыз. А-ны Б-ға бөлгендегі қалдық тең 0 болса, немесе деп алайық, немесе Б-ны А-ға бөлгендегі қалдық 0-ге тең болса, онда принтке 1 деген цифрды шығарамыз. Апостырымыз қайда? 1 дей салайық. Әйтпесе принтке кез келген санды шығара сал деген. Біз кез келген санды ала берейік апостырдың ішіне. 2 дей салсақ та бәрібір. Енді жіберіп көрейік. Обновить жіберейік. Асептик шықты. Енді осы есепті басқа жолмен, оңай жолмен, 2 жолмен шығарып көрейік. 2 жолдан тұратын қылып шығарып көрейік. Енді осы жолды, 5 жолды өшіріп тастап, 2 жолмен шығарып көрейік. Print дейміз да. А-ны Б-ға бөлгендегі қалдықты аламыз. Және оны көбейтейік. Б-ны А-ға бөлгендегі қалдыққа. Сосын оған 1-ді қосайық. Қараңыздар, А-ны Б-ға бөлгенде қалдық 0-ге тең болса, және Б-ны А-ға бөлгендегі қалдық екеуінің біреуі 0-ге тең болса, яғни біреуіне бөлінсе, көбейткен кезде 0 болып кетеді. Оған 1-ді қосасың, сонда жауап 1 шығады. Ал енді басқа жағдайда екеуінде қалдық 2 түрлі сан шықса, көбейте бер, оған басқа санды қоса бер, өйткені кез келген сан шықса шыға беруге болады деген. Қалған жағдайда кез келген санды шығаруға болады деген. Сондықтан бізге керегі 1 шығу ең маңыздысы, соны осылай жіберіп көрейік. Міне, асептик шықты. Мен біз бүгін осы жерден сабағымызды аяқтаймыз. Жақсы, сау болыңыздар.